Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді вареньеден пирог жасайтын боламыз. Ең алдымен біздің пирогымызға ұн қажет болады, ұнды илекіштен өткіземіз. Енді оның үстіне сары майымызды қосамыз. Сары майды видеода көрсетілгендей етіп майда бөліктерге бөлеміз. Енді қолымыздың көмегімен ұн мен майды бір-бірімен жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін оның үстіне қантымызды қосамыз. Біркелкі етіп араластырамыз. Енді осының үстіне бір чай қасық қопсытқыш қосамыз. Араластырамыз. Енді осының үстіне 2 дана жұмыртқамызды қосамыз. Енді қолымыздың көмегімен жақсылап араластырып, қамырымызды илейтін боламыз. Бізде осындай жұп-жұмсақ қамырымыз шығады. Оны 2 бөлікке бөлеміз. Бір бөлігін кішірек қылып, екінші бөлігін үлкендеу қылып. Кіші бөлігін морозильникке, ал үлкен бөлігін тоңазытқышқа салып қоямыз. Пирогымызды пісіру үшін бізге лист қажет болады. Листті майлаймыз. Одан кейін тоңазытқышта тұрған үлкен қамырымызды алып, оқтаудың көмегімен видеодағыдай жұқа емес, не қалың емес, орташа қалыңдықта жаямыз. Қолымыздың көмегімен шет-шеттерін жөндейміз. Енді осының үстіне өздеріңізге ұнайтын, үйлеріңізде бар кез келген варенье түрін қоса берсеңіздер болады. Менде қарақат вареньесі. Вареньямызды барлық жерге тигізіп жағып болғаннан кейін, оның үстіне морозильникте тұрған кішкентай қамырымызды теркадан алып өткіземіз. Міне біз осылай теркадан өткізіп шықтық. Енді қызып тұрған духовкада пісіріп аламыз. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер, барлықтарыңызға ұнайды деген ойдамын. Ас болсын!